бүгінгі менің баяндамамның тақырыбы биология және жаратылыстану пәндерін оқытуда модельдеу әдісін қолдану. Биология және жаратылыстану пәндері ғылыми білімнің негізін қалаушы пәндер ретінде мектептің оқу бағдарламасында ерекше орын алады. Бұл пәндерді оқыту барысында теориялық білімдерді практикалық түрде түсіндіру, оқушылардың табиғатқа және қоршаған ортаға деген қызығушылығын арттыру өте маңызды. Жаратылыстану мен биологияны оқытуды ұйымдастыруда сабақ, семинар, конференция, дәріс, практикум, экскурсия және факультативтік сабақтар түрлері қазіргі кезде кеңінен қолданысты. Осы сабақтарда әңгіме, сұхбат, кітаппен жұмыс, одан кейін бақылау, эксперимент, микроскоппен жұмыс, экрандық модельдеу, ой үлгілерін құрау, математикалық модельдеу әдістерімен толықтырылған болатын. Сондықтан биология және жаратылыстану пәндерін оқытуда модельдеу әдісін қолдану жолдары мен олардың тиімділігіне тоқталып өтуді мен жөн көріп отырмын. Енді модельдеу әдісі дегенімізге тоқталатын болсақ, бұл нақты объектілер мен құбылыстарды оқып үйрену кезінде олардың үлгісін немесе модельдерін құрастыру мен зерттеудің процесі болып табылады. Модельдер дегеніміз ол шынайы объекттердің немесе процестердің бейнелері болып табылады. Олар ғылыми зерттеу барысында қолданылып, түсінікті болу үшін күрделі ақпаратты қарапайым түрде көрсетуге мүмкіндік береді. Не жерде енді және мен айтып кеткен модельдеу әдісінің анықтамасы, модельдер дегеніміз не, соған назар аударсаңыздар, келесі бетім. Модельдеу әдісінің түрлері. Ең бірінші бізде концептуалдық модельдер дейді. Енді қысқаша түсіндіріп кететін болсам, бұл жерде мысалы үшін фотосинтез процесін түсіндіру кезінде өсімдік жасушасындағы хлоропласттарды бейнелейтін модельдерді қолдану. Яғни бұл көбінесе бізде теориялық білімді жеңілдетуге байланысты осындай модельдерді қолданамыз. Екінші, бізде физикалық модельдер. Бұл нақты объектілердің немесе құбылыстардың масштабты үлгілерін көріп, олардың құрылымы мен әрекеттерін зерттейді. Мысалы үшін 9-шы сыныпта біз генетиканы оқып жатырмыз. Осы кезде мінеки зертханалық жұмыс барысында ДНК молекуласын модельдеу арқылы мінеки оқушылар олардың генетикалық тұрғыда қай нәруыздардың бір-біріне, нуклеотидтердің бір-біріне қарама-қарсы, яғни комплементарлықты біле алады. Үшінші, бізде математикалық модельдер дейді. Бұл жерде табиғи процестер мен құбылыстарды сандық тұрғыда зерттеу үшін қолданылады. Мысалы үшін, экологиялық зерттеулерде популяцияның өсу санын, олар анықтай алады. Бұны біз 7-ші сыныпта көбірек қолданамыз, осы модельдеудің түрі. Және де компьютерлік модельдер қазіргі заманда, мысалы үшін 8-ші сыныпта біз адам анатомиясын көбінесе оқып жатырмыз. Бұл жерде адамның, мысалы үшін, қан айналым процесі болып жатады, ас қорыту жүйесі. Осыны оқушы жақсы түсіну үшін, осы компьютерда бізде ол процесті кәдімгідей суреттеп бейнелеп береді. Біз оны 3D форматында уже көріп отырамыз. Әрбір адамның сүйектерін, мүшесін деген сияқты. Келесі бізде түсінік қалыптастыруға ықпал етеді. Ең бірінші күрделі процестер. Модельдер арқылы оқушыларға күрделі биологиялық процестер мен құбылыстар түсіндіру жеңілдей түседі. Нақты мысалдар не жерде? Абстрактілі ұғымдарды нақты мысалдармен байланыстыруға мүмкіндік бере алады. Қарапайымдау дейді. Яғни күрделі тақырыптармен модельдер арқылы қарапайымдалып түсінікті бола алады. Ғылыми ойлау дағдыларын дамытады. Және мен айтып кеткендей, бұлар зерттеу жұмысын жасап жатқан кезде, зертханалық осы практикалық жұмыстарды тапсырма беріледі. Сол тапсырма оларда топпен болсын істейтін мекеменде, мысалы үшін 9-шы сыныпта 3 қыз. Олар үшеуі бірігіп, қорытындыға жету керек. Осы қорытындыға жету үшін олар сыни тұрғыдан ойлай түседі. Яғни мақсатқа жету қалай жүреді. Яғни бірінші не жерде зерттеу дағдылары дамиды. Одан кейін олар неге тапсырма берілді ма, болжам жасай алады. Яғни ең соңында қандай нәтиже болу керек бұл жерде. Және де тәжірибе жасай алады. Келесі, модельдеуді биология мен жаратылыстану сабақтарында қолдану мысалдары. Және мен айтып кеттім, мысалы үшін жаратылыстану сабағында бізде 5-ші сынып жаңадан ғана кірісіп отырады, яғни бұл пән жүріп отырады. Сондықтан оларға біраз қиын болғанымен, олар фотосинтезді мінеки биылдан бастап оқып отыр. Осы кезде мінеки фотосинтез процесінің модельдеуін біз компьютер арқылы көрсете аламыз.
және де тағы сол сияқты. Енді мына жерде интердисциплинарлы байланыстарды орнатуға мүмкіндік береді. Әрине биология ол химиямен де өте тығыз байланысты, бағана мен айтып кеткенде. Ол физикамен де күштерді біз оқып жатамыз, ол жаратылыстануда онымен де тығыз байланысты. Және қоршаған орта экологиямен де бұл өте тығыз байланысты. Енді қорытындылай келетін болсам, модельдеу әдісі арқылы оқушыларды білімі тереңдей түседі, зерттеу дағдылары дамиды, және пәнге деген қызығушылықтары арта түседі. Енді баяндамамның ең соңғы сөзін осындай ғалымның сөзімен аяқтағым келеді. Уильям Уорд бүйтіп айтады: жай мұғалім хабарлайды дейді, жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім шабыттандырады дейді. Яғни осы модельдеу әдісін қолданып, керемет мұғалім болып, оқушымызды шабыттандырып, яғни ұлы мұғалімге айналайық. Жақсы.